Рамазан жай ғана аш жүру емес. Рамазан жүректің тазаруы. Рамазан рухтың жаңғыруы. Рамазан адамның өз нәпсісімен күресетін қасиетті мектебі. Кім бұл айды қуанышпен, ықыласпен, шынайы ниетпен қарсы алып, разы көңілмен ораза ұстаса, ол адам үлкен нығметке бөленеді. Қасиетті Рамазан мұсылман үшін ең қымбат уақыт. Бұл айда түсірілген қасиетті Құран адамзатқа тура жол нұсқаушы. Бұл ай мейірім айы, кешірім айы, сауап айы. Бұл айда жасалған әрбір жақсы амалдың сауабы еселеніп жазылады. Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың сәлемі болсын, Рамазан келгенде қатты қуанатын. Себебі бұл ай жәннат есіктері ашылатын, тозақ есіктері жабылатын, шайтандар кісенделетін ерекше уақыт. Ендеше біз неге қуанбасқа? Кім Рамазанда ауыр міндет деп емес, үлкен мүмкіндік деп қабылдаса, сол адам шынайы рухани өседі. Ораза тек ас су ішпеу емес. Ораза көзді харамнан сақтау. Ораза тілді өсектен қорғау. Ораза жүректі жамандықтан тазарту. Кейбір адамдар Рамазанды қиындық ретінде көреді. Ұзақ күн, шөлдеу, шаршау деп уайымдайды. Бірақ шын мәнінде ораза адамға күш береді. Нәпсіні жеңген сайын рухың күшейеді. Аштық тәнді әлсіретсе де иманды күшейтеді. Кім Рамазанды қуанышпен ұстаса, оның жүрегінде жеңілдік пайда болады. Себебі ол Алланың разылығы үшін әрекет етеді. Ал Алланың разылығы ең үлкен байлық. Құран кәрімде ораза сендерге парыз етілді, бәлкім тақуалы боларсыңдар деп айтылған. Демек, оразаның мақсаты тақуалық. Тақуалық дегеніміз Алладан қорқу ғана емес, Алланы әр сәтте сезіну. Рамазан сабыр айы. Сабыр еткен адам жеңімпаз. Аштыққа сабыр етесің. Шөлге сабыр етесің. Ашуға сабыр етесің. Сол сабыр арқылы мінезің өзгереді. Бұрын тез ашуланатын адам жұмсарады. Бұрын бейқам жүрген адам ойлана бастайды. Кім Рамазанда шынайы тәубе етсе, оның өткен күнәлары кешіріледі деген сүйінші хабар бар. Қандай керемет мүмкіндік. Бір айда өміріңді өзгертуге болады. Бұл ай садақа айы. Қайырымдылық жасаған сайын жүрек жұмсарады. Біреуге ауызашар беру үлкен сауап. Біреудің көңілін көтеру садақа. Жылы сөз айту садақа. Рамазан отбасыны біріктіретін ай. Ауызашар дастарханы берекенің символы. Бірге дұға жасау жүректерді жақындатады. Балаларға оразаның мәнін түсіндіру тәрбиенің ең көркем жолы. Кім Рамазанды қуанып ұстаса, ол әр күнін санаулы мүмкіндік деп көреді. Бүгінгі күнім соңғы Рамазаным болуы мүмкін деп ойлаған адам әр сағатын бос өткізбейді. Түнгі намаздар ерекше ләззат. Тахажжуд уақыты дұғалардың қабыл болатын сәті. Бұл айда жасалған дұғалар жүректен шығады. Себебі жүрек жұмсарған. Рамазан өз-өзіңді тәрбиелеу айы. Телефонды аз қолдану. Бос әңгімеден қашу. Пайдалы кітап оқу. Құран оқу. Өз-өзіне есеп беру. Кім Рамазанда шынайы өзгерсе, ол өзгеріс жыл бойы жалғасады. Рамазан старт нүкте. Жаңа өмірдің басы. Бұл айда ең маңыздысы ниет. Егер сен оразаны Алла үшін махаббатпен ұстасаң, әрбір шөл тамшысың сауапқа айналады. Қуанып ұсталған ораза қабыл болуға жақын ораза. Қиындықты сезінбей, шүкіршілікпен ұстау жүректің иманының белгісі. Рамазан жүрек айнасы. Кім қандай ниетпен келсе, солай шығады. Біреу өзгеріп шығады. Біреу сол қалпында қалады. Таңдау өз қолымызда. Ендеше қадірлі көрермен, Рамазанға қалай қараймыз? Міндет пе? Әлде мүмкіндік пе? Қуаныш па? Әлде ауыртпалық па? Кім Рамазанды қуанышпен қарсы алса, ол адам бұл айдан рухани байып шығады. Оның сабыры артады. Оның иманы күшейеді. Оның жүрегі тазарады. Бұл ай уақытша аштық арқылы мәңгілік тоқтыққа жетелейтін ай. Бұл ай уақытша шөл арқылы мәңгілік рахатқа апаратын ай. Ендеше Рамазан келгенде қуанайық. Оразаны махаббатпен ұстайық.
Әр күнді бағалайық. Әр намазды ықыласпен оқиық. Әр дұғаны жүрекпен жасайық. Сонда біз тек аш жүрген адам болмаймыз. Біз рухани жаңарған адам боламыз. Алла баршамыздың оразамызды қабыл етсін. Амин.